Сәлем қыздар, сиқырлы тағам каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен өте дәмді тіл үйіретін шарлотканың рецептімен бөлісемін. Олай болса, видеомды соңына дейін қараңыз. Ал кеттік. Мискамызға 3 үй жұмыртқасын жарамыз. Бір шымшық тұз қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осындай көпірік шыққанша шамамен 8-10 минут араластырамыз. Үстіне 200 грамм қант қосып, тағы да үзбей араластыра береміз. Қантымызды толығымен ерітуіміз керек. Сосын 160 грамм ұнға жарты шай қасық қопсытқыш қосып, електен өткізіп аламыз. Ұнды аз-аздан қосамыз. Венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Ұнды толығымен қосқанда осындай қою масса шығуы керек. Тестіміз дайын. Енді салмасына кезек береміз. 3-4 алмамызды тазалап, уақтап кесіп аламыз. Қабығын ашсаңыз да болады, өз қалауыңыз. Менде свежий үй алмасы болғандықтан қабығын ашпадым. Осы кезде пешімізді қосып, қыздырып қоямыз алдын ала. Барлық алмамыз кесіп болғаннан кейін диаметрі 24 см формамызды алып, астына пергаментный бумагамызды салып, жаңа алмаларымызды салып аламыз. Жандарын бәрін дұрыстап, үстіне тестімізді саламыз. Тағы да жандарын бәрін дұрыстап жайып аламыз. Жандарын тегістеп, әдемілеп аламыз да 180 градус пешімізге 35-40 минутқа қоямыз. Шарлоткамыз пісті. Толығымен суытып аламыз. Осындай беті күтірлеуік, жақсы әдемі болып қытырлап піседі. Енді жандарын пышақтың ұшыменен жайлап босатып аламыз. Пергаменттік бумагадан босатып, пюромызды алып, енді кесуге дайындаймыз. Асты күймей әдемі, керемет болып піседі. Ортасынан бөліп, бір бөлігін кесіп көрсетейін. Өзі өте жұмсақ, сонымен қатар беті күтірлеуік болады. Хош иісті, өте дәмді шарлоткамыз дайын. Ас болсын.